Сәлем балалар, сәлеметсіздер ме құрметті ата-аналар. 3 күнде 6 өлең деген челленджімізге қош келдіңіздер, біздің телеграм каналымызға қош келдіңіздер. Қазір мен 3 күнде 6 өлең челленджі жалпы қалай жүреді? Бұл челленджде балаңыз не үйренеді? Қандай пайда алады? Енді шет жағасын инстаграмнан да естіп келіп жатырсыздар, өлең жаттаудың ассоциация тәсілін үйренетін болады. Ең алдымен танысып алайық, мені енді ғана көріп жатқан адамдар болуы мүмкін, немесе бұрыннан бақылап жүрген адамдар болуы мүмкін. Менің аты жөнім Айнұр Жүсіп, жасым 20-да. Жадыны дамыту, жылдам оқу бойынша, Қазақстан бойынша онлайн түрде сабақ беремін. Енді осы жадыны дамыту, жылдам оқу негізі кез келген баланың үлкен проблемасы, оқу жылдамдығы төмен, есте сақтау қабілеттері нашар. Енді соған байланысты карантин жағдайында үйде отырған кезде балаларыңызға бір пайдам тисін деген оймен осындай челлендж ұйымдастырып жатырмын. Қазір үйде де іштері пысқан шығар. Енді мына кезде миларын дамытып, есте сақтау қабілеттерін дамытып, менімен 3 күн бойына жұмыс жасап, былайша айтқанда кішкене бір сергі болады деген ойдамын. Мен өзі Махамбеттің кітабын түгел жатқа білем, жорық жырлары деген. Бұл туралы менің YouTube каналымда, осы Ғаламаттың YouTube каналында бар. Сіз YouTube каналға қазір подписация етіп болсаңыз, менің бүкіл видеоларымды көріп шығуыңызға болады. Қазірде мен минутына 7800 сөз оқимын. Осыдан 1 жыл бұрынғы нәтижем бойынша мен 4000 сөз оқитын едім. Негізі кез келген 13 жастан асқан бала 1000 сөзден жоғары оқи береді. Бірақ бастауыш сынып балалар алдымен 1000 сөзге дейін жетіп алу үшін олар жылдам оқуға дайындық, 6 айлық өзінің бір навыгын, машығын қалыптастырып алу керек. Бұл туралы әңгімелер енді болашақта 3-ші, 2-ші сабақтарда болады. Қазір бұған тоқталмай-ақ қояйын. Менің Ғаламат онлайн мектебінде қазірге дейін 16347 бала оқып шықты онлайн түрде. Біз негізі жадыны дамыту, жылдам оқу бойынша сабақ береміз. Тегіні бар, ақылысы бар, жалпы 16000 бала оқыды. Қазір мына челленджге де 10000 бала қатысып жатыр десек те болады. Енді челлендж кімдерге арналған? Челлендж кімдерге арналған дегенде бастауыш сынып оқушылары және 15 жасқа дейінгі балаларға арналған. Бұл жерде есте сақтау қабілеттерін дамытып, 3 күннің ішінде 6 өлеңді жаттайтын болады. Және ол 6 өлеңді мүлде ұмытпайтын болады. Және осы 6 өлеңді жаттай отырып, есте сақтау қабілеттерін дамытатын болады. Кеттік, не үйренеміз? Ең бірінші миды дамыту жаттығулары. Жалпы ми туралы бірінші, екінші сабақтар жалпы түсіндіріледі. Біздің миымыздың дамуына байланысты. Жалпы есте сақтау, жылдам оқу оның бәрі мида жүретін процесс қой. Енді сол миды қалай дамыту керек, қандай жаттығулар жасау керек, жаттығу жасау кезінде мида қандай процесстер жүреді. Міне осы туралы, жалпы ми туралы былайша айтқанда базовый білімді алатын болады. Екіншісі есте сақтау қабілетін дамытады. Есте сақтау қабілетін дамытудың ең күшті жолы ол өлең жаттау. Міне өлеңдерді жаттай отырып, өлеңді оңай тәсілмен жаттай отырып, есте сақтау қабілетін дамытатын болады. Есте сақтау қабілеті дамыса, сіздің балаңызға кез келген сабақ былай-ақ орындала береді. Қазір балаларыңызды қиналасыздар ғой. Өлең жаттай алмайды, аз сөз оқиды. Тағы да бір проблемалар, мектепте ойын анық жеткізе алмайды. Былайша айтқанда бүкіл сол балалардағы проблемалардың сіздерге шешу жолдарын осы 3 күндік челленджде көрсететін боламыз. Сондықтан бұл 3 күнде 6 өлең челленджіне балаларымен бірге ата-аналар да қатысу керек. Егер ата-ана осы мен үйреткен тәсілдерді өзі де үйреніп алып, балаларына күнделікті сол машықты, баланың бойындағы машығын қалыптастыруға күнде өзі қадағалап, жаттығуларын жасатып отыратын болса, эффект өте күшті болады. Өлең жаттаудың ассоциация тәсілін үйренетін болады. Мен кез келген ата-анаға гарантия бере аламын. Ассоциация деген тәсілді үйренсе, балаңыз кез келген өлеңді 10 минутта өзі жаттайтын болады. При этом ол зубрежкамен жаттамайды. Сіздер қазір балаларыңызға зубрить етіп жаттатасыздар. Мынаны айт, қайталау деп. Ол есінен шығып кетеді. Талай практикамда болған, балаларға ассоциация тәсілмен жаттату керек. Ол кішкене креативін қоса отырып. Сіздер негізі осыны 3 күндік челлендждің ішінде үйреніп, баланың бойындағы машығын, навыкты былайша айтқанда жетілдіріп, әдетке айналдыратын боламыз. Және ескерте кетейін, біздің 3 күнде 6 өлең жаттау челленджінде неше түрлі балалар қатысып жатыр ғой. Сол челленджге өте белсенді қатысып, 6 өлеңді де жаттап, чаттың ішінде прям өзін белсенді ұстаған балаларға A10 смартфонынан 3 беретін боламыз. Ол A10
смартфондарын мен телеграм каналдың ішінде сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Жалпы 3 күндік челлендж, 3 күнде сабағымызды өтеміз. 4-ші күні вебинарда белсенді балалардың ішінде A10 смартфонын көрсетіп, жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Енді біздің сабағымыз мына каналда жүреді. 3 күнде 6 өлең жаттау. Қазір 2027 бала қатысамын деп сұраныс білдірді, бірақ бұл балалардың саны 10 мыңға дейін жетеді. Осы каналдың ішінде негізгі ақпараттар. Бұл каналдың ішінде жеке адамдар жаза алмайды. Бұл каналдың ішіне тек қана мен және менің администраторларым жазылады. Бұл жерге ең негізгі ақпараттар салынады. Мысалы, 1-ші күнгі сабақ, 2-ші күнгі сабақ, немесе менің қосымша видеоларым деген сияқты сілтеме ретінде беріледі. Сіздер сол сілтемені көріп, сабақтарды көріп, тапсырмаларды орындап, ғаламат групп. Бұл группа әдейі логотипін бөлектеп еттім. Бұл бүкіл балалардың бір-бірімен сөйлесе алатын, сіздердің үй тапсырмаларыңызды менің модераторларым тексеретін чат. Бұның ішіне сіздер жаза аласыздар. Бұның ішіне сабақтар салынбайды менің тарапымнан. Тек сіздердің тараптарыңыздан кері байланыстар берілетін группа болады. Бұл группада бүкіл балаларды жинайтын боламыз. Түсінікті ғой? Телеграм каналдың ішіне тек қана мен жазамын, менің ақпараттарым ғана. Сондықтан сіз телеграмда осы екеуін закрепить етіп қойсаңыз болады. Закрепить деген телеграм каналдың ең жоғарысында тұрады. Группада сіздер жаза аласыздар, үй жұмысын жіберетін боласыздар. Енді біз сіздермен челлендждің барысында 3 күн жұмыс жасаймыз. 3 күн сіздерге телеграм канал арқылы сабақ беріп, сол тапсырмаларды группада сіздермен тексеретін боламыз. Енді 3 өлеңді, бұл 3 күнде 6 өлең жаттау дедім ғой. 3 күннің ішінде 6 өлең жаттап, есте сақтау қабілетін дамыту үшін ассоциация деген машықты балаңыз бойында қалыптастырады. Енді бұл 6 өлеңнің ішіндегі 3 өлеңді мен өзім жаттатамын. Қалған 3 өлеңді мен тапсырма ретінде беремін. Ассоциация тәсілін үйретемін. Енді сол бойынша балалардың кері байланыс ретінде қалған 3 өлеңді тапсырма ретінде беремін. Ол тапсырмалардың барлығы біздің телеграм каналға салынатын болады. 3 өлеңді енді өздері жаттап алады. 3 күндік сабағымыз аяқталғаннан кейін бізде тікелей эфирге қатысу формасы. 3 күнде 6 өлең челленджі конкурсына қатысу. Бұл деген A10 смартфон, 3 смартфонның иесін анықтауға арналған Google форма. Бұл жерге балаңыздың есімі, сіздің номеріңіз, сотовый номеріңіз, себебі біз вебинарда жеңімпаз анықтаған бойда бірден звондаймыз. Сондықтан звондайтын телефондарыңызды жазыңыздар. Сосын тағы да бір ескерте кетейін. Мен 3 сабақтың ішіне сабақтарды айтып жатқанда, сіздерге түсіндіріп жатқанда, сабақтардан сандар шығарып отырам. Бір сабақтың ішінде 4 сан шығарам. Енді ол әр жерінде болады. Не үшін? Себебі сіз сабақты соңына дейін көруіңіз керек. Бірінші сабақ мен сіздерге бердім, 1-ші күннің сабағын. Соның ішінде 4 сан жасырылған. 4 сан сіз барлығын 3 күн бойы өзіңізге заметкаға немесе бір жерге дәптерге жазып жүресіз де. 3 күндік сабақ аяқталғаннан кейін мына Google форманы толтырыңыз деп сізге сілтемесін бергенде, толтырып жатқан кезде 1-ші сабақтың сандарын жазасыз. 2-ші сабақта да дәл солай. 4 сан жасырылады. 2-ші сабақтың сандарын, 3-ші сабақтың сандарын жазып бізге жібересіз. Біз сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Одан кейін вебинарда тексереміз. Есімі, аты жөні, егер кездейсоқ сандар генератор арқылы сізді жеңімпаз деп табатын болсақ, сіздің жауабыңызға қараймыз. 1-ші сабақтың сандарын дұрыс жазды ма? Дұрыс жазған болса, демек ол бала сабақты соңына дейін көрді. Ал 2-ші сабақ болатын болса, оны тексеретін кезде 2-ші сабақты соңына дейін көрмесе, ол сандардан қателесті деген сияқты. Бұл сіздің сабақты көрген, көрмегеніңізді тексеретін Google форма. Есіміңіз, номеріңіз. Енді бір үйден 5-6 бала қатысатындай бізде ондай жағдай жоқ. Бір үйден тек қана бір номер жазыласыздар және есіміңіз. Енді бір үйден 2 номер, 2 не жазуға болады. Енді ол кезде мамасының немесе папасының номерлерін жазып, бірақ бір үйден қанша балада қатыса берсін, тапсырмаларын барлығын жібере беріңіздер. Енді біз 3 күнде сіздермен сабақ өтіп болғаннан кейін, 6 өлеңді жаттап болғаннан кейін, 4-ші күні осылай тікелей эфирде, мен YouTube'тан тікелей эфирге шығам, оның сілтемесін сіздерге берем, тағы да өзімнің бір пайдалы ақпараттарымен бөлісемін.
қазір балалардың проблемасына байланысты. Сол проблемалардың шешімін сіздерге айтып, тәжірибемен бөліскеннен кейін біз 3 күнде 6 өлең жаттау челленджінің жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. 3 жеңімпаз болады. Өте белсенді, 6 өлеңді де жаттаған балаларға ғана бұл бұйырады. Samsung A10 смартфоны. Енді конкурсқа қатысу шарты қандай? Бірінші, белсенді болу, чаттың ішінде белсенді болып. Енді мен өзім чатта өте белсенді болам, жалпы өмірім, не істеп жүрмін. Қазір мен жасым 20-да, бірақ 20-да болғанмен компания жасап, бүкіл қазақ балаларын оқытып, бар білгенмен бөлісіп жатырмын. Енді бұл деген таңертең 6-тан тұрып, кешкі, қазір сағат түнгі 12 енді, бірақ өзімнің жұмысымды қатты жақсы көргендіктен, осы балаларға бір пайдам тиесін деген оймен қазір мына сабақтарымды түсіріп отырмын. 6 өлеңді жаттап алу, 6 өлеңді де жаттаған біз тексереміз. И әр күні видеода көрсетілген сандарды челлендж соңында жазып жіберу. Жаңа Google формаға әр сабақта көрсетілген сандарды дұрыстап жазу. Мысалы, бірінші сабақтың ішінде мен әр кезде сандарды шығарамын. 4 сан шығады, сол 4 санды жазып аласыз. Ал Google формаға толтыратын кезде 4-ші күн толтырып, біз оны тексереміз. Енді мен әр күні таңертең тікелей эфир жүргіземін 8:00-де. Енді ол тікелей эфирлердің тақырыптары әртүрлі болуы мүмкін, немесе сендермен кері байланыс ретінде Ғаламат School парақшасында тікелей эфирге шығып, сендердің сұрақтарыңа жауап беретін боламын. Сондықтан балалар, енді ұйқыны қысқартамыз. Жаңа оқу жылы келе жатыр. Оқу жылына дайындалуымыз керек. Таңертең ұйықтап тұрған кезде, миымыз свежий кезде, тап-таза, әлі ештеңені ойламайтын кезде сендерге күшті ақпараттар беріп, өлең жаттауымызды тағы да бір қайталап, түсінбеген жерлерің болса, менің өзімнен тікелей сұрап, осы челленджді жасайтын боламыз. Түсінікті ма? Әр күні таңертең 8:00-де Инстаграмда Ғаламат School'дың парақшасында мен сендерді күтемін. Ұйықтамаймыз. Ұйықтайтын уақыт кетті. Ұйықтай берсек, біз жалқаулана береміз. Адам керісінше білім алудан, болашаққа қарай дамудан өзін бір рахат сезіну керек. Ұйқыдан рахат, ойыннан рахат, немесе телефонда YouTube көргеннен телефонда ойын сезінуден рахат алмай, білім, даму, қазақ елімен не жасай алам деген ойлармен жүруіміз керек. Бұл жетістікке жеткен адамдардың ең бірінші мақсаты. Енді құрметті челленджге қатысушылар, WhatsApp чаттарға мына видеомды таратсаңыздар болады. Себебі қазақта мынандай сөз бар. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, ал қара құс басып жейді. Бұл деген не? Эгоизм. Мысалы, челленджге қатысып жатсыңдар, пайдалы ақпараттар 3 күннің барысында берілейін деп жатыр. Енді осы пайдалы ақпараттарды басқа адамдармен де сендер бөлісіңдер. Міне Айнұр апай өтіп жатыр, тегін өтіп жатыр, өлең жаттауды үйреніп ал, немесе туған туыс бауырларыңыздың чаттарына тастап, мына видеоны каналға адамдарды максимал түрде кіргізіңіздер. Себебі енді күшті емес пе, әр қазақ баласы өлеңді оңай жаттап алса, миын дамытуды қазірден бастаса. Сондықтан қара құс болып, өзім ғана жеймін, өзім ғана үйренем емес, бүкіл қазақ үйренсін, сыныптастарым үйренсін, туған туысқандарым үйренсін деп, мына видеоның сілтемесін басқа чаттарға таратыңыздар және біз туралы айта жүріңіздер. Жақсы ма? Кеттік. Олай болса, дайын болсаңыз, біз челленджімізді сіздермен бірге бастайтын боламыз. Бұл челлендждің таныстыру видеосы болатын. Мен сіздерді бірінші күннің сабағында асыға күтемін.